Халықаралық ғарыш станциясы ғарыш қалдықтарына соғылуы мүмкін бе? Ғарышкерлер станцияның сыртқы бетіне жұмыс істеуге шыққанда, иллюминатордың сыртына қарағанда, олар кішкентай планетарлық шам бөлшектерін байқайды. Бұл тек табиғи шам ғана емес. Сонымен қатар, бір кездері төмен жер орбитасында апатқа ұшыраған ғарыш кемелерінің ұсақ бөлшектері болуы мүмкін. Әдетте бұлар жай ғана ғарыштық шам болып есептеледі және ешқандай қауіп төндірмейді. Бірақ өлшемі 10-20 сантиметр болатын үлкен нысан халықаралық ғарыш станциясына қарай ұшса, бұл өте үлкен қауіп. Бір қуанарлығы, бұл нысандардың барлығы бұрыннан алдын ала тіркелген. Жердегі инженерлер олардың ұшуын қадағалап, космонавтарға алдын ала ескертеді. Ал олар ғарыш станциясындағы реактивті қозғалтқыштарды қосып, ғарыш станциясын ғарыш қоқысымен жоспарланған кездесу нүктесінен алыстатады. Бұндай жағдайлар жылына бірнеше рет орын алады. Сондықтан жанармайдың біршама қоры ғарыштық қоқыстардан қашу үшін пайдаланылады.